Қайырлы күн оқушылар. Бүгін біздің 6-шы практикалық сабағымыз жалпы стандартты емес есептерді шешу болып табылады. Қазір бірінші мысалымызға тоқтала кететін болсақ, берілген функцияның графигін салыңыз. Яғни беріліп тұрған функция өте оқушыға бір қараған кезде күрделі болып көрінеді, өйткені бұл жерде модуль таңбасымен берілген, сонымен қатар бөлшек түрінде де бізде мына жерде көріп тұрғандарыңыздай есеп күрделі екендігін көрсетіп тұр. Енді дәл қазір біз бұл есепті шешу барысында жасанды интеллекттерді қалай қолдана аламыз, осыған тоқталатын боламыз. Мен бүгінгі сабағымызда нақты қалай шығару керектігін жасанды интеллектке салып дайындап қойдым, және өзіміздің шешімімізбен салыстыратын боламыз. Ал келесі сабақта процесті осы видеоның өзінің шығару барысында көрсететін боламыз. Енді мен осы беріліп тұрған бізге есепті шығару барысында MathGPT жасанды интеллектін пайдаландым. Яғни есептің берілгенін көшіріп жіберген кезімде менде бұл жерде әрбір бөлшекті зерттеді. Яғни модуль таңбасын ашу кезінде қандай аралықтарда таңба тұрақтылықтары қандай болады, осыған тоқталу арқылы бұл жерде әрбір қадамды жеке-жеке қарастырып, соңында осындай жүйе алды. Яғни анықталу облысына мән берді, содан кейін функцияның таңба тұрақтылығын ескерді. Енді одан соң берілген функцияның графигін салуды қадам бойынша түсіндір деп мен өзім сұрақ қойған болатынмын, және MathGPT осы сұрақты қорытып маған қандай кезде қандай қадамды қолдануым керек және графикті салу үшін не істеймін, осы сұрақтарға анық әрі толық жауап берді. Яғни бірінші қадамда функцияны бөліктерге бөлу. Шығарған нәтижесіне қарайтын болсақ, осы теңдеулер жүйесін алған, бағана айтып өткендей анықталу облысы мен жаңағыдай таңба тұрақтылық аралығына мән берген. Және әр бөлікті жеке-жеке салу. Бізде беріліп тұрған теңдеулер жүйесіндегі 4 түзу сызық болады, өйткені x-тің дәрежесі 1, яғни бұл түзу сызық болады оның графигі. Соған байланысты әрбір жаңағы бөлікті жеке-жеке салуымыз керек деп, бұл жерде оның жаңа анықталу облысына сәйкес ашық шеңбер қалу керектігі туралы нақты айтып көрсеткен. Анықталмаған нүктелерді белгілеу, яғни ашық шеңбер ретінде қалдыру, одан кейін графикті салу, графикті толықтыру, яғни 5 қадам бойынша біз беріліп тұрған функцияның графигін қалай салатынымызға нақты түсіндірмелер жүргізген. Келесі жалпы функцияның өзінің графигін салу үшін мен бұл жерде GeoGebra платформасын пайдаланатын боламын. Яғни дәл бағанағыдай есептің басында беріліп тұрған функцияны біз көшіріп қойдық. Одан кейін қарайтын болсақ, бағана теңдеулер жүйесінде көрсетілген 4 бөлік осылай қарастырылып отыр. Яғни ашық шеңбер ретінде қалдырылған, нүктесін көрсетпеген. Бұл жердегі абсцисса осымен қиылысатын тек бізде бір түзуіміз ғана, ал қалған әріптің бәрін толық орындай отыра GeoGebra платформасы бізге күрделі функцияның теңдеуін пайдалана отырып графигін салып берді. Енді мұғалімдер үшін немесе оқушылар үшін өзінің білімін бекіту барысында біз осы MathGPT жасанды интеллектінің қандай тағы да қосымшасын бізге қандай көмектері бар екеніне тоқтала өтейік. Бізде мына жерде байқайтын болсаңыздар, видео жасауға болады, және де практикалық сұрақ дайындауға болады, практикалық тест дайындауға болады. Яғни кез келген батырманы басу арқылы сіз бірнеше минуттың ішінде өзіңізге осындай 3 видео практикалық сұрақ тестті жасап ала аласыз. Мен бірінші тест дегенді бастым, яғни мен берген есепке қатысты жасанды интеллект бірнеше сұрақтан тұратын тестті дайындап берді. Және де мысалы сіз осы беріліп тұрған тапсырманы орындайсыз. Біз кез келген біреуін таңдай салайық, қате болса да, дұрыс болса да, ол шығару жолын қадам-қадаммен түсіндіре алады. Төменде берілген бөліктік функцияның графигін салу үшін қандай негізгі қадамдар қажет? Яғни әр бөліктің түзуі және көлденеңінен жеке-жеке салу, шекара нүктелерінде ашық шеңбер қолдану керек. Яғни бағана айтылған қадам бойынша біз осыны белгілейік. Келесі, функцияның графигін салғанда анықталмаған нүктеде графикте не белгілеу керек?
x0 нүктесінде қалай қойылады. Егер бізде анықталу облысында анықталмаған нүкте болатын болса, онда біз оны ашық шеңбер ретінде қалдырып кетуіміз керек. Келесі бөлікті функцияның графигін сызу үшін қай әрекет дұрыс? X тең 2 нүктесінде не істеу керек? Нүктеге ештеңе қоймау керек. 2 бөліктесі. Яғни бұл жерде 2-ге тең емес екендігі көрініп тұрғандықтан ашық шеңбермен шектеуіміз қажет. Келесі бөліктік функцияның бөлігі көлденең сызыққа сәйкес келеді. Графикцияларда қай аралықтағы бөлік көлденең болады? Біздегі 4x кіші тең 0 аралығы көлденең болады. 2. Енді тексеріп көрейік, біз дұрыс белгіледік па, дұрыс емес белгіледік па? Ал қате болса, бізде түсіндіре алама. Яғни берілген есептің тесттің бәрін дұрыс орындадық. Егер мына жерде жаңағыдай әр қадамды түсіндіру бассаңыз, тіпті тесттің өзін жеке-жеке осылай талдап бере алады. Яғни бағана айтылған 5 қадам бойынша бір тесттің бірінші сұрағының өзін 5 қадам бойынша түсіндірді. Дәл солай кез келген тестті қате белгілесеңіз де, дұрыс белгілесеңіз де, бұл жерде MathGPT жасанды интеллекті қандай есепті болсын, қадам-қадаммен түсіндіріп бере алады. Одан кейін мына жердегі практикалық сұраққа мән беретін болсақ, берілген бөліктік функция графигін салуға арналған қандай негізгі қадамдарды орындайсыз? Бағана айтып өткендей, бөлшектің әрқайсысының графигін жеке өзінің аралығында сызу және анықталмаған нүктелерде ашық шеңбер қою қажет. Тексеріп көрейік. Егер дұрыс болған жағдайда дұрыс деп шығарып береді, қате болған жағдайда қай жерден қателескеніңізді дәл бағанағы қадамдар секілді біз анықтап көре аласыз. Функцияны жалпы MathGPT-дің басқа жасанды интеллекттерден айырмашылығы кәдімгі математикалық тұрғыда математикалық терминдерді пайдалана отыра оқушыларға осындай есептің шығару жолының қадамдарын ұсына алады. Мұғалімдер үшін де өте көмегін тигізетін жасанды интеллект болып есептеледі. Егер біздің бастапқы есепке берілген ұқсас есептер болатын болса, онда осы MathGPT-ді пайдалану арқылы шығаруға, графигін салуға және де осындай түсіндірмесін алуға болады. Келесі сабағымызда бұйырса осы екінші тестті талдайтын боламыз. Бұл ол есепті енді кәдімгідей жасанды интеллекттердің қайсында қалай қолдану керектігіне толық тоқталамыз.